Сәлем баршаңызға, сіздерге өте дәмді кунжутты печеньені ұсынатын боламын. Магазинде сатылатын кәдімгі балалар сүйіп жейтін печеньені үйден жасап шығамыз. Бізге керекті сармай, қант, жұмыртқа, ұн, разрыхитель керек және кунжут. Алдымен кунжутымызды қызып тұрған тавамызға осылай қызартып қуырып аламыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа және қантымызды венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында сармайымызды салып, тағы да венчикпен араластырып шығамыз біріккенше. Жаңағы қуырылған кунжутымызды үстіне салып араластырамыз. Және бір чай қасық разрыхителімізді салып, өлшенген ұнымызды үстіне салып, қолымызбен илеп шығамыз. Егер де қолыңызға қатты жабысып жатса, ұн себіп жіберуге болады. Одан кейін противенімізді алып, осылай домалақтап, печеньемізді формамызға келтіреміз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Қытырлап, балдар сүйіп жейтін печенье. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.